Сәлеметсіздер ме, қадірменді оқырмандар? Мен Зайкенова Меруерт Бекзатқызы, Алжир мемориалды мұражай кешенінің қызметкерімін. Сіздерге ақын Серік Тұрғынбекұлының «Жалаңашкөл» және «Алжир» атты өлеңін оқып берсем. Әйел ары осы арада тапталған, осы арада өзен болып аққанған, сол өзеннің қаны сініп құрдымға жалғыз ғана Жалаңашкөл сақталған. Ойып қалған көздің жасы төгіліп, ел қарайды қабырғасы сөгіліп, Жалаңашкөл жағасында Алжир тұр құлаған өмір жасындай көрініп. Адам ары аз басында тоз басын, азалы сөз жан жарасын қозғасын, кей кешемін көкірегіме толтырып, Алжирдегі әйелдердің көз жасы. Жауыздықтың есеп болмас санында, құр қоймаған адам түгіл анында, әйелдердің мөлтілдейді мұны бұл Алжирдегі Жалаңашкөл жанында. Әйелдерге қабір болған өлгенде, аққу емес құзғын қонған ол көлге, азабында, мазағында айталмай әйел жаны әлі күнге шерменде. Замананың зауалы мен сүргіні, запыран құсып, зарын төксе бір күні, естігенде естен танып күлерің, керек болмай қу дүниенің тірлігі. Өртенгенде дүниенің өзегі, сап-сау адам өз жанынан безеді, әйелдерді өте алмады айналып, жауыздықтың жан шошырлық кезеді. Керен дүние адам жанын ұқпаған, жауыздықты тарих бар ма құптаған, айуандар өмір сүрді сол кезде, аналардың құрсағынан шықпаған. Қанша заман өтсе дағы, заң жағы әлсіз екен, мұны бәрі аңдады, әлі күнге өшір алмай келеді Алжир деген қарғыс атқан танбаны. Ғасырлардың асуы мен қиясы, қалам алса қан боп тамған сиясы, аналардың арын таптап жерлеген Алжир деген жауыздықтың ұясы. Кетпейді сұлулықты сүйгенді, ар мен ақтың азабына күйгенді, аялдайды Жалаңашкөл жанында аналарға мәңгілік бас игенді. Жалаңашкөл қай кезде де жалаңаш, жағасында көктемейді тал ағаш, көл бетіне көзін салып қарасан, қан тұнып тұр көз қасымен аралас. Қорқынышты жақынға да жатқа да, түзер оны хақ тағала тек қана, Жалаңашкөл жағасында Алжир тұр, қабырғасы қара тізім қап-қара.